Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр. Және өздеріңіз де білетіндей, бүгін 8 желтоқсан. Ал осы видео YouTube'қа шыққан күн, наверное, 9 или 10 желтоқсан. И өздеріңіз де біліп отырғандарыңыздай, желтоқсан келді, и жаңа жыл жақындап келе жатыр. Және біз тағы да жақындарымызға не алу керектігін ойлана бастаймыз. Және сөйтіп ойлап жүрген адамдарға дәл осы видео арналады. Менің ойымша қазір сөйтіп ойлап жүрген адамдар өте көп. Неге? Өйткені мен білемін. Өйткені көп. Бүгін яғни мен сіздерге сыйлықтар жайлы айтатын боламын. Қандай сыйлықтар сыйлауға болады, және мен сіздерге 50 идея дайындап қойдым. Соларды сіздерге айтатын боламын. Мен дайындаған сыйлықтар бюджетный болады, яғни қатты қымбат емес. Примерно 500 теңгеден 5000 теңгеге дейінгі аралықта болады. Сіздер өздеріңізге керекті бір нәрсе табасыздар деген ойдамын. Кстати, мен жаңа жылдық атмосфера создавать ету үшін тырыстым. Хотя менде ол өзімде де жоқ. Өйткені біріншіден далада қар жоқ, және мен өтіріктен осындай киіп алдым. И елка қойып қойдым. И гирлянда өтірік киіп алдым, өйткені үй ыстық, пеш қосылып тұр. Мен ыстықтап өліп отырмын. Короче, бастаймыз. Ең қарапайым нәрседен бастайық, ол блокноттар. Жаңа жылда блокноттар сыйлаған өте ұтымды. Себебі жаңа жылда бәрі жаңа жылдарын планировать етеді. Осы сыйлыққа сәйкес фломастерлар мен ручкалар да берсеңіздер болады. Ұлы логика. Үшіншіден, шопер сыйласаңыздар болады. Олар қазіргі таңда өте трендте, және олардың бағасы да ондай қатты қымбат емес. Төртінші, өте әртүрлі браслеттер. Бесіншіден, қазіргі таңда трендтегі сақиналар. Әртүрлі моншақтар, сепочкалар. Сыйлық жасап жатқан адамыңыз бір нәрсенің фанаты болса, сол нәрсені суретімен әртүрлі плакаттар. Наклейкалар немесе временный татулар. Ақшан көп болсын деп кошелек сыйласаңыздар болады. Мягкие игрушкалар, жастықтар. Светильник, ночники. Жаңа жылдық әдемі нәскелер. Маска для лица. Тень және подводка. Қазіргі таңда популярный нәрселермен значки және әртүрлі күшті ремендер. Трендтегі очкилер немесе нулевка очкилер. Сумкаға немесе кілкеліп қойға болатын жаңа жылдық брелоктар. Термос немесе бутылка для воды және әртүрлі әдемі түрлермен, жаңа жылдық түрлермен. Шашқа арналған крабиктер, заколкалар, жаңа жылдық болса тіпті керемет. Канцелярский нож, жаңа жылдық авадок немесе просто авадок. Қолдан тоқылған заттар, шапка, шарф, қолбақ және тағы да басқа. Және ол заттарды сатып алсаңыз да болады, бірақ тоқылған әлдеқайда керемет. Сонымен қатар қазіргі таңда трендте болып жатқан бақа шапканы тоқсаңыз болады. Қолдан жасалатын заттардан алыстамаймыз. Қолыңыздан печенье немесе бенто торттар жасап берсеңіз болады. Әдемі толстовка, худи, тинт, помада, қыстық панамалар, трендтегі кішкентай сөмкелер, жақсы аромат беріп тұратын свечкалар, әртүрлі әдемі жаңа жылдық немесе жаңа жылдық емес болса да әйтеуір кружкалар. Ол адамның телефонына прозрачный чехол алып, және оның артына 10 суретті принтерден шығарып берсеңіз болады. Әртүрлі қылып эстетичный қылып тауға болады. Әртүрлі карточный игралар немесе үстелде отыратын игралардың карталары сондайлар. Суретке түскені жақсы көретін болса, кішкентай селфи лампа берсеңіз болады. Неше түрлі әдемі айналар. Маска для сна таптырмайтын сыйлық болады. Жаңағы ең бірінші планерді сәндеу үшін декоративный скотч. Өте күшті әдемі пижама. Маған сыйлаңдаршы, пожалуйста, дей. Сол пижамамен киюге болатындай әдемі күшті домашняя тапочка. Просто бір пачка маска, қара түсті немесе неше түрлі әдемі маскаларды берсеңіз болады. Өте прикольный подарок шығады негізі осыдан. Бесірден әртүрлі нәрселерді қолдан тоқып беру. Ең күшті сыйлықтардың бірі просто сладости, сладкий бокс. Кітапке қызығатын жанға сыйлық берейін деп жатырсаңыз, оған кітап сыйласаңыз, ол өте қатты қуанады. Қысқа байланысты кітаптар сыйласаңыз тіпті күшті болады. Неше түрлі нәрселерге подписки, яғни типа Netflix сияқты, немесе қандай да бір курстарға соған байланысты неше түрлі подписки. Наушник және ең соңғысы күшті иіс шығып беретін ароматный духи, парфюм. Достар,
вот осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен сіздерге бәрін айтуға тырыстым. Өзім ойланып, толғанып жаздым. Өте қатты ойландым. Сол себептен міндетті түрде лайктап бәрін істеңіздер. Короче, өздеріңіз білесіздер ғой, бүкіл блогерлер айтады ғой, сол нәрсені істей беріңіздер. Ал ендеше сол, мен кеттім. Мынаны шешейін, ыстықта өліп барам әйтпесе.